Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте дәмді жұп-жұмсақ бөлке нан жасау жолдарын бөлісетін боламын. Қараңыздаршы, қалай жұп-жұмсақ болып нанымыз шықты. Бізге керек 1 стакан жылы су, шай қасық тұз, 2 шай қасық дрожжи, 2 ас қасық сұйық май қосамыз, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз еру керек. Кейін ұн қосамыз, оның жартысын ғана сумен, дрожжимен жақсылап ұнды араластырамыз. Екінші ұнымызды қосамыз, жақсылап бәрін қосып араластырып қамыр илейміз. Қамырымызды нан формочкасына келтіріп етіп илейміз. Нан формочкасына сұйық май құйып жақсылап жағамыз. Қамырымызды нан формочкасына саламыз. Бетін жауып, жылы жүйеге 40 минутқа қоямыз. 40 минут өтті, нанымыз көтерілді. Қысып тұрған духовкаға 180 градусқа 30-40 минут ұстаймыз. 30 минут 40 минут өтті, нанымыз пісті. Қараңыздаршы, қалай қызарып пісті нанымыз. Духовканы сөндіреміз. Қараңыздаршы, қалай әдемі болып шықты. Ұнаса, осылай үйде пісіріп көріңіздер.